Ассалаумалейкум, мен құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Міне, камерадан сөтіп жіберейін. Ешкілерім. Ана үйдің алдын бұзып жатыр, тастарын бәрін шығарып. Бізде қазір күн салқында болып тұр. Ауа райы. Таңертең тауықтардың бәрін шығарып алдым. Кетіп жатқанда қамап кеттім. Сол ішке. Тауықтарым қазір тұрысы, осы жемі бәрі салынып тұр. Жұмыртқа тумаған, біреу айтқан 40 тауыққа жұмыртқа туатын жері аз болады мынау деп. Мынаның ішінде дейтін 40 тауық емес. Мына жеріне ұя салыну керек алдағы уақытта, бірақ та мынаның ішінде бір 10 шақты әтеш бар қазір жүргеннің ішінде. 40-тың 10 әтеш, қалған тауық болуы мүмкін. Соның өзінде чисті жұмыртқа туатын 10 тауық бар. 12 тауыққа бар. Олардың да енді түгел тумайды. Күніне 4 жұмыртқа, 5 жұмыртқа, 2 жұмыртқа алам. Қалғандары кезектен кезек туа ма, или солай біреулер тумай ма. Ішінде енді балапанмен жүрген 2 тауық бар. Көптен видео шықпады, бір 2-3 күн болған шығар видео шықпағанына. Мына индоуткілер сатылады, мына екеуі. Сосын біреу айтқан тауықтан индоуткіне пайда бармады. Енді біреулер пайдасы ұстайды, біреу пайдасы ұстайды ғой. Мен дейтін енді өзім үшін ұстап жатырмын қазір. Енді артық болып кәдімгі көбейіп кетіп жатса сатам. Ал көбеймей ештеңе істемесе өзім бағып жүре берем. Өзім максимально ертең қыста сойылатынын соям, соймайтынын соймайым. Сол бір қалыпты ұстайым. Енді 20 тауыққа 20 тауық ұстайым. 20-дан көбейіп кетіп жатса сататын, сатып соятын сойып отырам. Минимальный бір неде бағытты ұстаған жақсы. Жұмыртқасын сатамыз ғой дедік, енді биыл пока емес, енді келесі жылы сатпасақ. Индоуткіде де сол, көбі балапандарын шығарып сатады, кейбіреулері қыстыққа сояды. Енді өтпесе, қысқа дейін өтпесе, индоуткінің үшеуін сойып тастайтын боламын. Үшеуін аткорымға қоям, сеткіге, сосын қасында мана сойылатын әтештерді қоям аткорымға. Мына әтеш кетеді, сойуға енді үлкен. Мына бұрамада кетуі мүмкін сойылуға. Сосын ішінде балапан әтештерден бір 4 әтеш алып қалам, қалғанын барлығын сойып тастаймын. Әзірге видео осы. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Қандай видео сүрейік, комментария жазып кетсеңіздер жақсы болатын еді.